Бұл Әңгірата тұрғындарының жылдар бойы аңсап күткен білім ордасы. 3 жыл бұрын ескі ғимараттың тозығы жетіп, апатты жағдайда сүрілген, қордағы 10 мыңға жуық кітап, оның ішінде классик жазушылардың сирек кездесетін алғашқы басылымдары далада қала жаздады. Осы асыл мұраны жоғалтып алмай, болашақ ұрпаққа жеткізу қызметкерлер мен ауыл тұрғындары үшін басты мұрат болды. Бастапқы ғимараты 1953 жылы салынған еді. Ол кезде де асармен соғылған екен, ауыл азаматтары соққан екен. Сол 70 жылдық тарихы 2023 жылы апаттық жағдайға байланысты сүріліп тасталды. Содан мен мектепке көштім, одан жеке кәсіпкердің үйіне көштім, сондай қиыншылықтар болды. Қиындық қыспағында қалса да, кітапханашы өз ісіне адалдық танытып, рухани шамшырақты сөндірмеді. Кітаппен сусындаған ұлт қашанда рухани кемел өркениетті болатын терең түйсінген ауыл жұрты бұл игі істі ұзаққа созбады. Көнеден келе жатқан асар дәстүрін қайта жаңғыртқан қауым қаржыны ортаға салып, кітапханаға кеткен 8 миллион теңгенің жартысын жинаған. Ауылдың белді азаматтары мен жомарт кәсіпкерлер де демеушілік көрсетіп, ата-баба дәстүрін жалғауға белсене атсалысты. Қарасам, кітапханамыз құлап қапты. Біздің аталарымыз асарлатып соққан кітапхана еді. Сол құлап, кітапты қоятын жер болмады. Сода маған өтініш жасады. Мен мынау кішігірім біременкі деп айтамыз, біременкіні босатып бердім. Одан ауылдың адамдарымен ақылдасып, бір кітапхана салып берейік деп шештік. Бүгінде кітапхана ауылдың нағыз сән салтанатына айналды. Мұнда 600-ден астам оқырман үзбей келіп білім нәрімен сусындайды. Солардың арасында Мұқағали мен Шәкәрімнің жырын жатқа айтып, жыр сайыстарында топ жарып жүрген Айылмыш кемпір де бар. Мұндай оқырманның көптігі кітапхананың жанданып жатқанының белгісі. Мұқағали Мақатаевтың поэзия өлеңі өзіме ұнайды. Поэзия, менімен негізбе едің, сен мені сезесің бе неге іздедім. Алауыртқан таңдардан сені іздедім, қарауытқан таулардан сені іздедім. Сені іздедім, іздеймін тағат бар ма? Сені мұндай бақыт қып жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арарқа, Алатауға. Қазір білім ошағы жаңа басылымдармен толығуда. Кітаптардың басым бөлігі ұлт болмысы мен жадысын жаңғыртатын қазақ әдебиеті, сондай-ақ балаларға арналған мол таңдау. Мемлекет басшысы озық ойлы ұлт болудың төте жолы кітап оқу деп атап өткенде, Әңгіратадағы бұл бастама рухани кемелдікке ұмтылған халықтың ортақ әрекетінің айқын көрінісі.